Құрметті тыңдаушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз кішкене ғана жасыл коктейль жасаймыз. Ол үшін қажетті ингредиенттер өте аз және барлығы табиғи. Ешқандай дәмдеуіштер қосылмайды. Ол үшін бізге қажет жаңағы жасыл салат жапырағы жуып тазартып қойдық. Жаңағыдай свежий дейді ғой, балқын, әлі не қылмаған, жаңа жұлынған жапырақ көрініп тұр. Одан кейін мята жапырағы, бұл да свежий, яғни балқын, жуылып, бұтағын қоспаймыз, жуып жапырақтарын ғана не қылып аламыз, кесіп аламыз. Мінекей жаңағы бұтақтарын қалдырдық, өйткені бұл жаңағы соғымызға, шырынымызға не береді, ыңғайсыз болады жеуге. Одан кейін мынау жүзімнің жаңағы жемістері жуып тазартып қойдық. Тек қана айтатын нәрсе, бұл жүзімді не қылады? Жарып, ішіндегі сүйектерін алып тастау керек, қолданардан бұрын. Мінекей, одан кейін ары қарай блендермен сокты жасаймыз. Жүзімнің несін алып, ішіндегі сүйегін алып, кейбірінің тіпті қабықтарында алып, жаңағы мұны блендер чашкасына салдық. Енді мұнау туралған салат жапырақтарын мұны да саламыз. Таза қылып, өте таза қылып не қылғанбыз. Енді мынау лимон, мята жалбыз жапырақтарын мұны да үшінші былай саламыз. Енді үстіне жаңағы таза фильтр суынан бір 150 граммдай су құямыз. 150 граммдай су құйдық. Енді қақпақты мықтап жауып, блендермен өте әдемі соқ шырын. Қазір шырын ішінде ешқандай жаңа қатты нәрселер жоқ. Салат жапырағы да, мята да, және сонымен бірге тазаланған жүзімде, сүйегінен тазаланған жүзімде барлығы жұмсақ. Сондықтан сок өте әдемі шықты. Табиғи шырын, ешқандай да бөтен ештеңе қоспаймыз. Қант та қоспаймыз, ештеңе қоспаймыз. Қазір дәмін көрейік. Қалай болып шықты. Қазір көрейік дәмін. Стаканға құйып. Өте қою, өте әдемі. Ой, қандай керемет. Бұл шырынды қазір кішкене бөпеміз отбасымен бірге отырып бөліп ішеміз. Көргендерімізге рахмет. Шырын өте пайдалы, және сонымен бірге жаңағы адамның иммунитетін көтереді. Белогы көп, негізі жасыл жаңағы көкөністерде, жемістерде жаңағы адамның иммунитетін көтеретін, және сонымен бірге тазартатын, адамға күш-қуат беретін, бұлшықеттерді мықтайтын көптеген витаминдер бар. Ал жеке алып қарастыратын болса, жаңағы салаттың өз алдына пайдасы өте үлкен, жаңағы жүзімнің де, мятаның да, жалбыздың да, яғни пайдасы өте мол. Оларды жеке-жеке жаңағы видеоның астына саламын. Жасыл шырын жасап ішіңіздер.
каналға тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.